Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы, әрине жаңартылған кішкене сырне дайындауды үйренетін боламыз. Картопты, сәбізді алдын ала қуырып алып, ондай қиын тәсілмен жасаған жоқпын. Барлығын оңай тәсілмен көрсететін боламын қазір. Ең алдымен бізге майлы сиырдың еті немесе қой еті, жылқы еті қажет болады. Осылай майлы жерінен кубиктап, орташа үлкен етіп турап аламыз. Қабырға бар, мінекей қазанымыздың бірінші бетіне осылай етімізді салып шығамыз. Және де пиязымыз қаншалықты көп болса, соншалықты дәмді болады. Менде осы жерде 3 бас, яғни 3 штук жуа, үлкен жуа осылай турап алдым. Және де көкөністерімізді осылай бүтіндей қойып шығатын боламыз. Картоп және сәбізімізді осылай пияздың бетіне салып, бетіне петрушкамызды қойып, қалаған зелендерімізді салып, осылай қазанымызға дайындап алатын боламыз. Чеснок бар. Барлығын салып болғаннан кейін осындай бетіне сары май саламыз. 100-150 граммдай. Менде осы жерде күйдірілген сары май. Мінекей барлығын дайындап болғаннан кейін бірінші бір қайнатып алғанға дейін қатты отта қақпағын жауып қайнататын боламыз. Мінекей бір рет қайнап шықты, бетіндегі сары майлар еріп, кішкене суы шықты. Енді астын баяулатып, бетіне тұзымызды және дәмдеуіштерімізді сеуіп, өте баяу отта қақпағын мүлде ашпай 2,5 сағат, 3 сағатқа дейін демдеп қоятын боламыз. Енді бізге бетіне қоятын орамамызды дайындаймыз. Осында 100 мл суымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Мінекей барлығын араластырып, орташа жұмсақ қамыр жасап, қамырдың жайылу жолын кішкене көрсеткен жоқпын, себебі барлығымыз қамыр жаюды білеміз. Қамырымыздың бетіне салатын салмасы осылай сәбізді үккіштің майда көзінен өткізіп, осындай көк пиязды алдын ала турап дайындап алдым. Енді қамырымызды орташа жұқа қалыңдықта осылай жайып, бетін майлап, салмамызды салып, если гүл тәрізді етемін дейтін болсаңыздар, осындай менікіндей пышақпен кессеңіздер болады, немесе кәдімгі пышақпен де кесуге болады. Салмамызды осылай барлық жеріне, шеттеріне, әсіресе қамырдың шеткі жақтарына жақсылап біркеркі болғанға дейін әдемілеп жайып шығатын боламыз. Өйткені шет жақтарында осындай начинкасы жоқ болса, әдемі емес көрінеді. Сондықтан мінекей мына пышақпен кесіп жатырмын. Егер де қалыңдау болып кетеді десеңіздер, ортасынан осы жерде бөлуге болады. Мінекей мына жерде бір қамырды бөліп көрсеттім. Осылай қатты қамырымыз ұзын болып кеткен жағдайда ортасынан бөліп, осылай гүл жасап алатын боламыз. Енді листімізді майлап, гүлдерімізді жайғастырып алып, қатты отта 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Себебі бұның арасында картошка жоқ, ет жоқ, жылдам дайын болады.
Мінекей біздің сірнеміз дайын болды. Осылай піскен қамырымызды бетіне қойып, осылай редискадан гүл жасадым. Картоптарды шетіне қойып салдым. Мінекей дайын болды. Дәмі енді сөз жоқ, өте дәмді. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін.